республикалық маңызы бар бабалар ескерткіштері ұрпақтарға аманат экологиялық акциясы еліміздің барлық өңірлерінде өткізіліп отыр. Экологиялық акция атаңызға айналған Бурабай елінде Абылай хан алаңы сәулет мемориалды кешенінде жалғасын тауып отыр. Экологиялық акциямыздың басты мақсаты ұлттық тарихи мәдени мұраны қорғау, сақтау, насихаттау және тарихи объектілердің ескерткіштердің түп қазығы ежелгі тарихын таныту, ұлттық құндылықтарымызды арттыру болып табылады. Тарихи мәліметтерге сүйенсек, ұлы Абылай хан осы алаңда 300-дің басын қосып, өз ордасын тіккен болатын. Абылай хан 1771-1781 жылдар аралығындағы билік тұрған қазақ хандығының 18-ші ханы, қазақ ордасындағы ең ұлы хандардың бірі. Бүгінде Абылай хан алаңы еліміздің барлық өңірлерден, шет елдерден келетін туристердің жиі келетін сүйікті орындарының біріне айналды. Абылай хан алаңында ерекше әйел болған. Әрине ол Абылай хан. Биіктігі 35 метрден асатын Абылай хан стелласы 1991 жылы ұлы хан Абылай ханның 280 жылдық мерейтойына орай орнатылған екен. Бүгінгі экологиялық акцияның Абылай хан алаңында өткізілуі өте маңызды.